Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео онлайн қашықтық оқудағы студенттерге немесе оқушыларға арналған кеңестер жайлы болады. Ендеше бастайық. Бірінші кеңес ол жоспар жасау, яғни план құру. Бұл жайлы көпшілік айтып жатады, бірақ осы жоспар өте маңызды нәрсе. Мысалы, мен өзімнің телефонымда, өзімнің заметкаларымда күніне не істеу керек екенімді, тіпті кішкентай бір мақсаттарды, үй жұмыстарын жазып қоямын. Android, iOS смартфондарына арналған Any.do деген приложение, яғни қосымша бар. Ол интерфейс өте оңай, түсінікті, функционалы жоғары өте көп. Екіншісі, ол оқып жатқан кезде немесе өзіндік жұмыс, үй жұмысын жасап жатқанда телефондарыңызды аулақ алып тастаған жөн. Ғаламтор, ұялы телефон сізге кедергі келтірмес үшін оның дауысын өшіріп тастап, немесе тіпті түгелдей телефонды өшіріп тастап, оны өшіріп тастаған жөн. Үшіншісі, ол демалу. Демалу біздің ми үшін өте маңызды процесс. Себебі егер біз демалмай тек қана оқи берсек, онда біздің есімізде ештеңе қалмайды. Сондықтан ғалымдардың айтуы бойынша оптимальды оқу уақыты ол 25-30 минут, одан кейін 5-10 минут демалу керек. Келесі, ол төртіншісі қайталау. Бәрімізге түсінікті, әрине де қайталамасақ есте біздің қайтадан түк те сақталмайды. Сондықтан периодически бір ақпаратты қайталап, яғни жазған конспектті, мысалы, кешке таман сол күннің кешінде оқып, одан кейін келесі күні тағы да бір рет қайталап тұру керек. Себебі осы қайталаған кезде осы ақпараттың барлығы біздің миымыздағы, нақтырақ айтқанда, ұзақ мерзімді жадыға жазылып сақталады. Бесіншісі, ол дұрыс ұйқы. Ғалымдар негізінен 7-8 сағат ұйықтауды ұсынады. Бірақ мен түсінемін, әркімнің өзінің ерекшеліктері бар. Мысалы, біреу 6 сағат ұйықтағаннан кейін толықтай ұйқылары қанып, жақсы болып тұруы мүмкін. Бірақ дұрыс ұйықтап тұруды ұмытпайық. Өйткені, мысалы, 3-4 сағат ұйықтау деген ол дұрыс нәрсе емес. Себебі біз ұйықтап жатқанда мида көптеген процестер орын алады. Олардың ең маңыздысы ол біздің күні бойы ерген, оқыған, жаттаған ақпараттың барлығы ұзақ мерзімді жадыға ауысып, яғни сонда жазылып жатады. Алтыншысы, ол жаттығу жасау. Бұл да банальды болып естілуі мүмкін, бірақ біз жаттығып жатқан кезде, яғни жаттыққанда, біздің денеміздегі бұлшықеттер қалыпқа келеді, және де жүрек жұмысы жақсарады, ал оның барлығы мидың жұмысына, яғни есте сақтау қабілетімізді дамытады. Ал егер сіздің жаттығу жасауға мүмкіндігіңіз болмаса, немесе кішкене ерінсеңіз, онда йога мен медитация жасауға болады. Сонымен, жетіншісі және ең соңғы кеңес ол дұрыс тамақтану. Бұл жайлы да көпшілік айтып жатады. Бірақ әсіресе осы карантин кезінде бұл мәселе өте өзекті. Себебі біз онлайн оқу кезінде үйде бір орында отыра береміз, көп қозғалмаймыз. Артық салмақ жинамас үшін дұрыс диетаны сақтану керек, яғни майлы тамақ, тәтті заттарды көп жей бермеу қажет. Әсіресе онлайн оқу кезінде, онлайн сабақтар өтіп жатқан кезде асханада, ас үйде, кухняда отырмауға тырысыңыздар. Себебі егер мен
ноутбукту сонда барып коюп кухняда отурсам, онда мен тамак жей бергим келеді. Ал бул өте жаман. Және де бонус ол экзамендерге байланысты. Яғни экзаменге дайындалып жатқанда бир нерсени жаттап немесе сурактарга жауап берип жаткан кезде міндетті түрде тыныштықта отыру керек. Яғни музыка тыңдауға болмайды. Әрине, көп ғалымдардың айтуы бойынша музыка, әсіресе классикалық музыка, мидың жұмыс істеуіне жақсы әсер етеді, әсер тигізеді. Алайда бұл экзаменге дайындалу кезінде кедергі келтіруі мүмкін. Себебі экзамен тапсырып жатқанда сіздердің музыка тыңдауға әрине де мүмкіндіктеріңіз болмайды. Сондықтан экзамен кезіндегі обстановка дейді ғой, сол сияқты жерде тыныштықта дайындалған жөн. Сонда сіздерге сұрақтарға жауап беруде бірдеңені есте сақтап қалып, одан кейін тест кезінде оны қайтадан еске түсіру оңайырақ болады. Сонымен менің кеңестерім сіздердің де естеріңізде қалды және де ары қарай көмегін тигізеді деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет. Сау саламатта кездесейік.